Сәке жаңа темір көтермейтін осы жігіт қой, а? Ассалаумағалейкум, Сәке қалайсыз? Сіз не жұмыс істейсіз, Сәке? Таза ауаның директоры. Таза ауаның директоры ма? Кеңіз ортаға. Енді анау бір түймеңізді жауып қойсаңызшы, Нұрболат Абдуллин ұқсамай. Көкірегіңіз көрініп тұр ғой. Сәке, сізге қандай өлең қойық? Ей, қуарақ! Десең, ойнадым. Құдай сақтасын, әзілдеп отырмын. Сізді күшті билейді деді. Ініңіз айтты. Інісінің достары айтты. Самат бүгін тойды көтереді деді. Солай ма? Енді сөйтіп айтасың, көтереміз. Қандай өлең қойық, Сәке? Сальто ойланып билейтін не жоқ па өлеңдер? Сальто ойланатын десің. Сальто ойналатыныңыз бар ма не? Скорый шақырып жүрмейік, айтсаңызшы енді қандай? Жеймейік? Бір современ өлең. Қай жылғыз, Сәке? 90. Точно 90 ба? Қой 90 емес сияқтысың, 90 қанша? 90 жылғымын, е? Құрдас екенбіз ғой болды онда. Сізге қазір бір өлең қойып береміз, бір современный қойып берейік, клубняк. Бір Ернат үшін ортада бір шашты жайып, бір билеңізші. Дайынсыз ба? Кеттік онда. Бүгінгі тойда Самат бауырымыз күшті дайындалған, ағасы бардың, жағасы бар дейді. Тойды көтеретін Самат бауырымыз ду-қол шапалақ қошемет қайда? Бәкешкі қайда? Самат жібер! Дискотека іздерін оста, магнитофонды барына қоста, ойнасын әндер іздерін оста. Алып шықтым бафон романтик, басымда кепка, үстімде адик, қолда гитара, сидим на лавке, сегодня вечером болады пати. Қыздар бүкіл тапаны силе. Дәке красавчик. Дәкен красавчик. Жаңа біз осы жерге келгенде аяғымыз жерге тегізбей, кафеге алып барып, бізге тамақ әперіп, бізді күткен Дидар бауырымызға бір қошемет тұрып қойыңыздаршы, молодец. Осы ауылдың, осы Грестің смотрящий осы жігіт екен негізінде. Қай жерде жұмыс істеуді айтуға болмайды дейді ғой. Бұрында мен Ернат бір досым бар. Мен досым бар. Құрметті ағайында бір досым бар. Қай жерде жұмыс істейтін айтпайды. Қақта істейсің десем, үшарып дейді болды. Үшарып деп жүр. Күшті киініп алады бірақ. Мен ойлап жүрмін, шынымен үшарып деп істейтін жерде қорқып жүрсем, сөйтсем, естода істейді екен аға. Қадавик болып. Содан кейін білдік қой, айтуға ұялып жүрген. Енді сіз аға қазір өзіңіздің жақсы көретін тойда билейтін қандай әніңіз бар? Өлең айтпайсыз, уайымдамаңыз. Просто сіз қандай әнге билейсіз өзіңіз? Бір үйде демалғанда қандай ән тыңдайсыз? Айтыңызшы. Енді чудың бойында Енді көкем өз көрініп тұр, күле береді кәмді. Осы мен шақырар кезде осы YouTube интернеттен қарағам сіздің осы неңізді. Осы тура осы айтады ау деп. Шудың бойында оңайма сізге? Бәсе ішкі қалтасында баклашка тұр десең, ойнадым, Құдай сақтасын. Қазір сол әнді қойайық аға. Өйткені басқасы жоқ, шудың бойында сізге жарасып тұр. Аға, қазір сол әнді қоямыз аға. Өзіңіз билейсіз. Өйткені тойды көтеретін, жаңа айттым ма, тойдың жақсы өтуі ол той егесіне де байланысты деп, сол әнді қойып береміз. Өзіңіз тез барып билеп, бүкіл халыққа қолыңыз битесіз, бәрі сізге шапалақ ұрады, настроение көтереді. Дайынсыз ба? Дайын. Енді Ернат айтты, мен билемеймін, биге жоқпын деді. Бірақ біздің папа қатырады деді. Не қатырады десем, бәсе шуды қатырады деп отыр екен ғой енді. Дайынсыз ба? Алдарыңызда тойдың егесі, ғасырда туатын еркек, Ернат бауырымыздың әкесі, ду-қол шапалақ Мұхтар ағамызға қошемет қайда? Бәдешкі қайда? Қошемет! Мұхтар аға жібер! Ой, рахмет. Бейіңіз сәл бір түрлі емес па? Сіз бір светофор істемей қалған кезде жүрген сияқтысыз кәмінде. Өте керемет. Енді әкеміз шынайы көңілмен жүргені көрініп тұр, аман болыңыз. Енді маманы шақырайық. Мама вообще биді қатырады деп айтты. Мама, бүкіл халық сұрап жатыр. Мұхтар Алмагүлге үстіндегі көйлекті қай жерден алып беріпті дейді. Айтпайым, хит болып кетеді. Айтпаңыз, тек өзіңіз ғана, я? Енді сіз не жұмыс істейсіз, мама? КНБ-ның бастығымын. Бала шаға қарайсыз ба? Аха, сізге қандай өлең үйде? Baby shark ту-ту-ту десің. Бала шаған қарағаннан кейін сол әнді тыңдаймыз ғой, негіз бізде сол болып кетті. Қандай ән өзіңіз тойда бір жақсы билейтін, жақсы көретін, мама? Мен любой таңдамайым, билей берем. Любой ма? Қойыңызшы, мама, терме.
терме қойып берсек билемейсіз ғой енді. Енді бүйтейік, онда ана өлеңді қояйық, сіз айтып жатыр деп есептеңіз, ал сен оригиналсың деген бола ма? Сол күш жарасады сізге. Дайынсыз ғой, иә? Алдарыңызда біздің мамамыз, Ашин мама емес, оригинал мамаға қошемет шапалау ұрайық. Ер баратқан бәрін танып жатыр. Молодец, красавчик әке. Күшті, биіңіз вообще супер. Өзіңіздің жұмыс істейтін жеріңізге вообще ұқсамайды екен биіңіз негізінде, аха. Басқаша билейді екенсіз негіз. Бәрі күшті билейді, негіз Дидар красавчик. Сәкек, рахмет сізге. Күшті биледіңіз. Енді сіздің келіншегіңіз билей ма? Қойыңыз, онда бір сәлем саласаңыз бүкіл халыққа. Ашин сәлем саласаңыз болды. Бір шапалақ ұрып қойыңыздар келіндеріңізге. Енді Мұхтар ағадан сұрап көрейік, мәке, жастарға үлгі болсын, мамамен бірге тұрып атқандарыңызға өз айтсыншы, не айтып атсыз, өз айтсыншы. Аға, неға тұрыңызшы өзі. Бір өмірде бір рет өзіңіз жауап беріңізші, пожалуйста. Менің папам да сондай, өзі жауап бере алмайды вообще. Мен де сондай болып баратырмын, 8 жыл болды. Найманмен тұрып атырмын, Самат. Өтірік күліп жүргеніме 8 жыл болды. Найман ба не? Жаным, бір жылап алайықшы алдын. Не үшін ішіп кетті десем, жаным. Жаным, мә тура мен екен ғой, я. Ана күлкісінде бір мұнай бар да, мұнай бір нәрсе. Бір көзінде бір нәрсе бар да, жаным. Әзілдеп отырмын, бірақ. Я деп қояды, бірақ. Үйрен қағам ғой? Вот, уже мына дауыстың өзі сізді дірілдетіп тұр ғой кәдімгі, я. Үйрен қағам ғой деп еді, сама түрін жинап алды. Нормально. Папа, сіз нормально ғой, я? Нормально, я? Балаңызды көрдіңіз, я? Көріп тұрсыз ба? Иә, көріп тұрмын. Сізде өтірік күліп жүрген жоқ. Папа, қанша жыл болды бірге тұрып атқаныңызға? Бір-бірлеріңіз танисыздар ма өзі? Қарамаңызшы мамаға, өзіңіз айтыңызшы. Қанша жыл болды бірге тұрып атқандарыңызға? Санамаппын соны. Жоқ, енді, примерно қашан үйлендіңіздер? Айтасаңызшы соны. Сөйлесіңіз. Қанша? 88-де үйленген екенбіз. Бір жыл не істеп жүрдіңіз сонда сіз? 88-де үйленіпті. Енді мен не үшін сұрап жатырмын? Просто анау жаңадан шаңырақ құрып атқан жастарға үлгі болсын деп атқан ба? Сонда 88-де үйлендіңіз, қанша жыл болды бірге тұрып атқаныңызға? Не үшін қарай бересіз ана жаққа? 35 екен. 35 жыл, Аллаға шүкір. 35 жылдың ішінде красавица мамамызды кім деп еркелетіп жүрсіз? Мына кісі өзі сөйлей ала ма өзі? Мама, мына кісі вообще сөйлей алмай қапты ғой. Самат, көп күлме, 10 жылдан кейін тура осындай боласың сенде. Қанша, кім деп еркелетіп жүрсіз маманы? Есімін айтам, Алмагүл деп. Басқа еркелетпейсіз ба? Жоқ, есімін айтам. 35 жыл бойы Алмагүл деп келдіңіз ба не? Өте керемет. Мама, сіз кім деп еркелетесіз? Красавчик біздің папа, қарапайым, аузын ашса, жүрегі өрнеді. Кішкентай бала сияқты ғой, мына қараңызшы. Кім деп еркелетесіз мына кісіні? Отағасы деймін. Сосын? Чалка деп қоямын. Чалка? Чалым ғой енді. Болды аға. Кішкентай шалка. Ей жаным, күшті. Енді Саке, қанша жыл болды? Қанша жыл болды өтірік күліп жүргеніңе? 12 жыл болды. 12 жыл болды. Кім деп еркелетесің 12 жыл бойы? Қазен біз 21 ғасырда жаным дейсің ғой. Не деген керемет жаным демесе өлтіреді ғой, көрініп тұр ғой, аха. Жаным сосын? Жаным, Айка. Өз айтсыншы. Айка сосын? Жаным дейсің, Айка дейсің. Сосын? Сен уже қарап тұрсың ғой мынақа, не болды жаным? Алтыным, 34 жылдан кейін не боласың сен жаным? Складта тұрмаш той болып отқан кезде. Сіз кім деп еркелетесіз красавчик Сәкеңді? Жаным деймін, Сәке деймін, жүрек. Жүрек? Шынымен ба? Түрің шок болып қалды ғой кәмде? Мейлі, құрметті ағайындар, бұл не үшін айтып жатырмын? Ернат Шұғылар, папа 35 жыл болыпты, ағаң 12 жыл болған, сіздерге де бір примерно сондай жыл болып қалды. Не үшін айтып жатырмын? Кейін 12 жыл
20 жыл, 30-40 жылдан кейін үйсіп ортаға шығып, бір-бірлеріңді жаным, күнім, айым, кемпірім, шалым деп еркелетіп жүре беруге Алла нәсіп етсін. Бүгінгі тойларын жүргізіп атқан әртістеріңіз Арман Жаналиев, Армани, екі жастың өмірінде әрқашанда бәрі болсын нормальный деп шапалақ ұрайық. Той құтты болсын ағайын. Аман болыңыздар.